Джек Ма Alibaba Group компаниясын құрған қытайлық кәсіпкер. Ол өзінің фотосуретін Forbes мұқабасына қойған алғашқы қытайлық бизнесмен болды. 2014 жылдың күзінде оның байлығы 32,7 миллиард долларға бағаланды. Ол Қытайдағы ең бай адам болып табылады. Ол ағылшын тілін үйрену үшін тегін экскурсиялар жүргізді. Содан кейін айына 15 долларға университетте сабақ берді. Бүгінде оның байлығы 24,5 миллиард долларға бағаланып отыр. Әлемдегі ең бай қытайлық кім? Джек Ма салауатты табандылықтың, сенімнің және стратегиялық ойлаудың жарқын үлгісі, миллиардер, қазіргі заманның ең табысты бизнесмендерінің бірі. Интернет бір стақан сыра сияқты, оның дәмі жақсырақ болады. Интернет бизнесте көпіршіктер пайда болуы керек және бізге жоғары сапалы және өміршең идеяларды шығаруға мүмкіндік береді. Джек Ма, шын аты Юн Ма, 1964 жылы 15 қазанда Қытайдың оңтүстік шығысындағы Ханчжоу қаласында дүниеге келген. Одан басқа отбасында тағы 2 бала болды, үлкен ағасы мен сіңлісі. Олардың балалық шағы қыр батыстан оқшауланған кезінде өтті. Оның ата-анасы кедей музыканттар болған. Жас өспірім кезінде Ма жиі таңертең ерте қаланың орталық қонақ үйіне барып, ағылшын тілін үйрену үшін туристерге тегін экскурсияларды ұсынады. Жас жігітке Джек деген лақап есімді туристердің бірі. Джек Ма 9 жыл бойы туған қаласы бойынша тегін туристік экскурсиялар ұйымдастырып, ағылшын тілін жаттықтырды. Ақшасыз немесе байланыссыз Маның әлемге шығудың бір ғана жолы болды: білім алу. Мектептен кейін ол колледжге түсуге шешім қабылдады, бірақ 2 рет емтиханнан өте алмады. Қатты жаттығулардан кейін ол ақыры қолынан келді. Ханчжоу педагогикалық институтына түседі. 1988 жылы дипломын алып, жұмыс іздей бастады. Оған бірнеше рет жұмысқа орналасудан бас тартылды, тіпті ағылшын тілі мұғалімі лауазымын алғанға дейін КФД-ден бас тартты. Ма жергілікті университетте айына 12-15 доллар алатынына қарамастан, 1995 жылы аудармашы ретінде қытайлық бизнес делегациясын ертіп келгеніне қарамастан туғаннан мұғалім болып шықты және бұл жұмысқа ғашық болды. Ол жасаған бірінші іздеу сұрауы сыра сөзі болды, және іздеу нәтижелерінде қытайлық сыра табылмаған кезде таң қалды. Ал сыраның өзі туралы, сондай-ақ Қытай туралы ақпарат аз болды. Үйдегі интернет компанияны құруға шешім қабылдады. Маның алғашқы 2 кәсіпорны сәтті болмады. Бірақ 4 жылдан кейін ол өз пәтеріне 17 достары мен таныстарынан тұратын компанияны жинап, оларды Alibaba деп аталатын онлайн сауда платформасының жобасына ақша салуға көндірді. Сайт жеткізушілерге сатып алушы тікелей сатып ала алатын өнімдердің ұсыныстарын орналастыру мүмкіндігін береді. Көп ұзамай қызмет әлемнің түкпір-түкпірінен қатысушыларды тартты. 1999 жылдың қазанында компания Goldman Sachs-тен 5 миллион доллар және технологиялық жобаларға инвестиция салатын жапондық SoftBank телекоммуникация компаниясынан 20 миллион доллар инвестиция алды. Ол кезде Alibaba командасы толығымен кәсіпқой емес адамдардан тұратын. Біз мұны жас болғандықтан жасадық және ешқашан берілмеді, деді Ма қызметкерлердің бір отырысында. Дамудың бастапқы кезеңінде Goldman Sachs 5 миллион доллар және SoftBank 20 миллион доллар Alibaba тобына инвестиция салды. 2005 жылы Yahoo Alibabaға 1 миллиард доллар инвестиция салып, топтың 40% алды. 2012 жылы Alibaba 20% акциясын сатып алды. Alibaba инвесторларының қатарында Юрий Мейнер мен Әлішер Усмановтың Global қоры, Glade Brook Capital Partners, Primavera Capital Group, SEC, Boy Capital және ТБ бар. Жалпы алғанда компания миллиардерлердің әлемдік тізімінде 4-8 мәрт құрайтын 7 раунд жинады. Bloomberg Billionaires Index, Джек 13-ші қатарды бөлді. Агенттік Маның байлығын 35 миллиард долларға бағалап отыр. Джек Ма қытайлық бөлшек саудадағы маңызды мәселені шеше алды. Жалған 2013 жылы компания Таодан белгілі брендтердің контрафактілеріне ұқсас 100 миллионға жуық өнім туралы ақпаратты алып тастады. Джек Ма осыдан ақша таба алды. Жалған ақшаны тез жою үшін бренд иелері оның компаниясына қызмет ақысын төлейді. Alibaba IPO 2014 жылдың 19 қыркүйегінде Alibaba IPO өткізді. Бұл Нью-Йорк қор биржасы тарихындағы ең үлкен акцияларды орналастыру болды. Топ 167,8 мәрт бағалады. Компания және акционерлер бір акцияға 68 бағамен 320 мың бағалы қағазды, жарғылы капиталдың шамамен 13 сатты.
Бүкіл бизнес 168 миллиард долларға бағаланған Alibaba'ның Нью-Йорк қор биржасында дебюті күткендей өте сәтті болды. Бірінші күні акциялар 38-ға 93,9 долларға дейін өсті, ал нарықтық капиталдандыру 231 миллиард долларға жетті. Бұған дейін бір компания IPO-дан кейін 2014 жылдың соңғы 90-ында 334-ке жеткен болатын миллион белсенді. Сатып алушылар. Холдингтің соңғы қаржы жылындағы кірісі 2015 жылдың 31 наурызында аяқталған 76,2 миллиард долларды құрады. Бұл бір жыл бұрынғыдан 45-ға көп, ал таза пайда 24,3 мың долларды 4-ға өсті. Егер сізде миллион доллар болса, бұл сіздің ақшаңыз. 20 миллионға жеткенде проблемалар басталады. Сіз инфляция туралы алаңдайсыз, сіз қандай бағалы қағаздарға инвестициялау керектігін ойлайсыз, және бұл бас ауруы. Миллиардыңыз болса, ол сіздің ақшаңыз емес екенін біліңіз. Бұл қоғамның білдірілген сенімі. Жеке өмір фотосуреттерге қарағанда бизнес империясын құрған қытайлық миллиардер Аполлоннан алыс. Бұл оның жеке өмірін бақытты түрде реттеуге кедергі келтірмеді. Оның әйелі Чжан Вэй бұрынғы сыныптасының ең бастысын көре алды. Ол көптеген нәрселерді жасай алады. Екеуі де педагогикалық университетте оқып, дипломдарын алған соң үйленді. Некеден Ма Юанкун деген ұл мен Ма Юаньбао атты қыз туды. 2002 жылға дейін Чжан Вэй компанияның топ менеджментінде болды, бірақ 2002 жылы ол отбасына ауысты. Джек Маның айтуынша, әйелі оны ешкім сияқты жаңа жеңістерге итермелейді. Alibaba басталғаннан кейін 2 жыл өткен соң, ол компанияның қанша табыс тапқанын сұрады. Ма 1 миллион юань, 160 мың доллар деп жауап берді. Содан кейін күйеуі қосты. Күні әйелдің жүзі күлімсіреп, Джектің артында қанаттары өсті. Ол ұлына үздік үштікке кіруге тырыспауға, керісінше қалуға кеңес берді. Орташа ең бастысы, нашар өнімділікке жол бермеу. Джек Ма балаларды дамытып, шығармашылықпен айналысуға уақыт керек екеніне сенімді. Дәстүрлі білімге келер болсақ, ол әлі де студенттерді зауыттық жұмысқа дайындайды. Тұрақты табыстан, ауру демалысынан және жыл сайынғы бонустардан бас тартатыныңызды білдіреді. Егер сіз бәсекелестеріңіз туралы бәрін білмесеңіз, немесе оларды төмендетсеңіз, немесе оларды қауіп деп санамасаңыз, онда сіз міндетті түрде жоғалтасыз. Командаңызды жинаңыз, оны ортақ мақсатқа біріктіру мүмкін емес. Егер сіздің командаңызды біріктіретін барлық нәрсе сіз болсаңыз, табысқа жетесіз. Әрбір қызметкер сіз үшін емес, ортақ мақсат үшін жұмыс істесе, сіз өз әлеуетіңізді пайдалана аласыз. Әріптестер барынша кәсіби шеберлігі сізден жоғары адамдармен жұмыс жасаңыз. Егер сіз үнемі мамандарға кеңес беруіңіз керек болса, онда сіз дұрыс емес адамдарды жалдыңыз. Қызметкер өз саласында сізден әлдеқайда білікті болуы керек. Сіздің көзқарасыңыз қабілеттен маңызды. Бұл қиын немесе қолайлы кезең болсын, көшбасшы әрқашан сабырлы, сенімді және мақсатты болуы керек. Бизнес пен саясатты араластырмаңыз. Екіншісі, салдары өте болжамды болады. Өз амбицияларыңыздан бас тартудан жаман ештеңе жоқ. Аяқталмаған істерден бас тарту арқылы сіз жеңілгеніңізді мойындап қана қоймайсыз, сіз өзіңізді тастап кетесіз.